Lesson 22. Present simple деген қандай шақ? Compare, салыстыр. I am a teacher, мен мұғаліммін. Бұл present simple of to be. I am teaching English now. Мен қазір ағылшын тілін үйретіп жатырмын. Бұл present continuous шағында, яғни нақ осы шақ. I teach English. Мен ағылшын тілін үйретемін. Present simple tense, яғни бүгінгі тақырып present simple tense осы шақ. Үш шақты бір-бірімен салыстырыңыздар. It is my cat, бұл менің мысығым. Present simple of to be. My cat is eating now, менің мысығым қазір тамақтанып жатыр. Present continuous tense. My cat likes milk, менің мысығым сүтті ұнатады. Бұл present simple tense. Яғни осы шақты өтеміз бүгін. Бүгін біз present simple tense'ті үйренеміз. Біз present simple, яғни жай осы шақты қай кезде қолданамыз? Әдеттер туралы айтқан кезде және де бір іс-әрекеттерді жүйелі түрде істейтін болсақ, осы шақты қолданамыз. Мысалы, he runs every day in the morning. Ол күнде таңертең жүгіреді. She goes to school by bus. Ол мектепке автобуспен барады. Келесі, for general truth, яғни жалпы шындықты, фактыны айтқан кезде біз қолданамыз осы шақты, иә? The sun rises in the east. Күн шығыстан шығады. The earth goes round the sun. Жер күнді айналады. Яғни бұл факт қой, иә? Жер күнді айналатыны факт, және күн шығыстан шығатыны факт. Үшінші қолданылуы for permanent situations, яғни тұрақты жағдай кезде. Мысалы, I live in Астана, мен Астанада тұрамын. Яғни тұрақты, тұрғылықты мекен жайым ол Астана. I work at school, мен мектепте жұмыс жасаймын. Яғни мен тұрақты түрде мектепте жұмыс жасаймын. Қазір, мысалы, Астанада мен тұрақты түрде жұмыс жасаймын. Present simple шағы қалай жасалынады? Болымды сөйлем. I work, he, she, it works, washes. We work, you work, they work. Болымсыз сөйлем. I don't work, he, she, it doesn't work. We don't work, you don't work, they don't work. Сұраулы сөйлем. Do I work? Does he, she, it work? Do we work? Do you work? Do they work? Сұраулы болымсыз сөйлем. Do I not work? Does he, she, it not work? Do we not work? Do you not work? Do they not work? Қысқаша жауаптар болымды. Yes, I do. Yes, he, she, it does. Yes, we do. Yes, you do. Yes, they do. Қысқаша жауаптар болымсыз. No, I don't. No, he, she, it does not. No, we don't. No, you don't. No, they don't. Яғни бұл жерде көріп отырғаныңыздардай do, does көмекші етістіктер қолданылады. Егер етістік S, SS, CH, SH, X, O аяқталатын болса, оған ес жалғау жалғанады. Мысалы, she washes her hair. He misses her. It searches. It finishes. He goes to school by bus. Яғни тек қана болымды сөйлемде және де he, she, it зат есім жекеше түрде болған кезде біз етістікке осында жалғаймыз. S немесе ес жалғауын. Болымсыз сұраулы сөйлемдерде етістікке ешқандай S, ес жалғанбайды. Соны есте сақтап алыңыздар. Тек қана біз verb one, яғни бастапқы формасында ғана қолданамыз етістікті. Do you work? Does she work? деп. Окей, келесі ереже. Егерде етістік жаңағы дауыссыз және Y-ға аяқталса, ол Y I-ға айналады да ес жалғанады. Мысалы, hurry, hurries, study, studies, apply, applies, try, tries. Көрдіңіздер ма? Hurry да Y, R дауыссыз,
Сондықтан ол y айға айналып ес жалғанады. Үшінші ережеде, егер де y-тың алдында дауысты болса, дауысты әріп болса, тек қана s-тің өзі жалғанады. Мысалы, play, plays, buy, buys, enjoy, enjoys. For example, my friend plays. What plays? My friend plays basketball. Or she always buys flowers. It enjoys its ball. Or my dog enjoys its ball. Көрдіңіздер ма? Or, for example, Mary always buys dresses. Use with this adverbs of frequency. Adverbs of frequency дегеніміз жиілік істеулері. Мысалы, қалай жиі ол іс-әрекет болады, я? Мысалы, usually әдетте, seldom анда-санда, always әрқашан, often жиі, sometimes кейбір кезде, never ешқашан, hardly ever өте сирек. I always get up at 7. Мен әрқашан сағат 7-те тұрамын. We sometimes go to the theater at weekends. Кейде біз демалыста театрға барамыз. Do you often go to the cinema? Сен кинотеатрға жиі барасың ба? I don't often go to the cinema. Мен кинотеатрға жиі бармаймын. Бұл жерде жаңағы жиілік істеулері қалай тұрғанын байқаңыздар. Ол музыканы жақсы көреді. She loves music деп айтпаймыз. She loves music. Ол ағылшын тілін үйретеді. He teach English емес. He teaches English. Ол сүйек жейді. Eat bone емес. It eats bone. Dan study қазақ емес. Dan studies қазақ. Translate. Аударыңыздар. Мен баскетболды жақсы көремін. I love basketball. I love basketball. Ол баскетболды жақсы көреді. He loves basketball. He loves basketball. Мен әрқашан таңғы асымды ішемін. Мен әрқашан таңғы асымды ішемін. I always have breakfast. I always have breakfast. Сен анаңа көмектесесің бе? Сен анаңа көмектесесің бе? Do you help your mother? Do you help your mother? Олар балықты ұнатпайды. Олар балықты ұнатпайды. They don't like fish. They don't like fish. John fast food жемейді. John fast food жемейді. John doesn't eat fast food. John doesn't eat fast food. Лили мектепке барады ма? Лили мектепке барады ма?
Does Lily go to school? Does Lily go to school? Сен ағылшынша сөйлейсің бе? Сен ағылшынша сөйлейсің бе? Do you speak English? Do you speak English? Сен Астанада тұрасың ба, әлде Шымкентте ме? Сен Астанада тұрасың ба, әлде Шымкентте ме? Do you live in Astana or Shymkent? Do you live in Astana or Shymkent?